Саламатсыз ба? Қош келдіңіз бүгінгі эфирімізге. Ой, рахмет. Көбісі айтады маған. Бірақ та мен көп жылдар сары шашпен жүргенмін. Осы буквально несколько лет последних қара түске ауыстырдым. Қоңыр қара. Өзіме де ұнайды. Білмеймін неге сап-сары болып жүргенімді. Адам бір периодтары болады дейді ғой сондай. Видимо, сол уақытта светлый периодтар болған болар, наверное, молодые были. Не узнала. Это Индира со структурой Болжанай и Сары. Да, не узнала. Индира. Болжанай и Сары. В структуре Сары, да? Не помню. Если увижу, наверное, вспомню. Что-то припоминается. Дорожу то енді. Но самое главное, ты меня узнал, да? Значит, я тебя тоже знаю. Қазір тоже в Фаберлике? Нет? Қайтып жазылған жоқсың ба? Сол уақыттарда мен сары шашпен жүретінмін, да? Ага. Так, сейчас время сколько? Ага. Қазір қыздар жиналсын тағы да? Өзімше қазақша өткізейін деп жатырмын енді. Не ұқсататын Құдай білсін енді. Бірақ та енді тырысамын. Жайлап үйренерміз. Солай. Бытовой языкпен енді сөйлейміз ғой. Бірақ көп нәрсені әлі білуіміз керек, үйренуіміз керек. Тогда давай подписываться, Индирочка. Пока не поздно. Это шанс. А енді мына эфирге кім шақырды? Или өзің кіріп отырсың ба? Индира ол уақытта есінде мен білетін шығарсың да менің историямды. Ол уақытта менде үйде жоқ, күйде жоқ, азып тозып жүрген уақытым менің. Сол уақыттарда ғой, да? Сол кездерде. Балам кішкентай. Сол уақыттарда балам деген где-то бір 4-5 жастарда шығар. Есейіне неменш. Қазір ол балам 18-де. Қазір студент. Рахмет. Онда кездесерміз болашақта. Өте қуаныштымын. Қош келдің. Так, Индира, онда сен маған WhatsApp-қа шық, хорошо? Молодец. Кто ищет, тот всегда найдет деген сол. Так, тағы да кірсін қыздар. Так. Иә. Осы компанияның арқасында армандарыма жетіп жатырмын. Осы компанияның арқасында өмірге деген сондай қызығушылығы, машылық, үмітім, армандарым қайтадан оянып, жанарып, осы Фаберлик компаниясымен мен шынымен де адам болдым деп айтсам, ол өте аз болады.
адам емес, кәдімгідей басқаша өмір сүріп кеттім деп айтуыма болады. Өте керемет, сол дұрыс жолға түскеніме мен бақыттымын. Және де бәрінде осы компанияға шақырамын. Біздер ол уақытта жасағанда қиын болды. Бірақ соған қарамастан жұмыс жасадық. Жатпай тұрмай жұмыс жасадық. Аузымызға, аяғымызға тыным болмады. Ол кездерде интернет жоқ. Офис кейде бар, кейде жоқ. Бүкіл қалада жалғыз ғана бір офис болды, солай болды ғой. Қазір деген үйдің қасында ма, жұмыстың қасында ма, баланың садигінің қасында ма, пожалуйста, қазір мүмкіндік бар, бәріне де жасауға болады. Так, неше минут өтті. Так, енді кіре бастайтын болар. Қыздар. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз эфирға. Жайғасып отыра беріңіздер, төрге шығыңыздар, қош келіп жатсыздар. На прямой эфирда біздер қонаққа барғандай боламыз. Бір-бірімізбен кездесіп, жүздесіп дегендей қуанып, кәдімгідей эфирға дайындаламыз. Қазір мен керемет адамдармен кездесуім бар деп, кәдімгідей соны күтеміз. Саламатсыздар ма? Қош келіп жатсыздар. Жоғар шығыңыздар. Қыздарыңызды тарта беріңіз, таныстарыңызды болса. Өйткені бүгінгі эфирде керемет тақырып, керемет информация беріледі, косметика туралы. Бәріміз керек, бәрімізде әдемі болғымыз келеді, сұлу болғымыз келеді. Солай ғой, қазір сондай заман болды. Қазір үлкені кішісі бәрі де косметикамен қолданады. Қазір адамдар сауатты. Тек қана бір тоналкасын, бір кремін, бір тоникін алып алмайды, сериясымен алады. Қазір өте адамдар грамотный, сауатты. Соған мен қуаныштымын. Солай болуға тиіс. Так. Әлі аздырау болып тұрмыз ба? Или бастай береміз бе екені? Қалай ойлайсыздар? Мұны қосып жатыр. Саламатсыз ба? Чуть-чуть. Подождем чуть-чуть, да? Хорошо, давайте чуть-чуть еще подождем. Мне тоже так кажется, немножко маловато людей. Қазір деген как раз сондай уақыт қой. Ужин беретін уақыт, балаларды бәрін тамақтандырып, әйел адам жұмысы белгілі. Тем более мен күтіп отырған себебім қазақша сұрайтын адамдар көбейіп бара жатыр қазір деген. Баяғыда бәріне бірдей орыс тілімен айта беретін едік қой. Қазір қазақ тілінде көпшілігі біз орысша түсініңкіремейміз. Қазақ тілінде айтсаңыздар, қазақ тілінде сабақтар өтсе деп сұраушылар сондай көбейіп кетті. Көп консультанттар, лидерлер сондай бізге ұсыныс жасайды. Сондықтан да біздер қазір эфирді орысша, қазақша өткіземіз. Бағана обедте мен сағат 3-те орыс тілінде өткізіп едім. Тоже біраз адамдар болды. Енді қазір мен қазақ тілінде өткізейін деп жатырмын. Қазақ тілінде енді тырысам, барымша енді арасында орыс тілі де кетіп қалатын шығар. Бірақ та енді
кешіресіздер, ол бастамасы. Әрмен қарата қорқып отыра берсек отыра береміз екен. Өзім бірінші рет шығайын деп тұрмын қазақ тілінде. Честно говоря, қазақ болсам да енді рас солай. Так. Бәрі көрініп тұр ғой да, дұрыс естіліп тұр ғой. Маған обратный связь беріп тұрыңыздар. Ал енді бастай берейін да, қыздар. Бастай берейін. Прямой эфир сақталады. Артынан кіріп жатқандар, артынан сосын тыңдай жатар, да? Бір сутка сақталады, ол 24 сағат. А то күте берсек, уақытымыз өте береді. Менде дұрыстап отырып алайын. Енді мына жерде менің танитыны бар, танымайтыны бар, да? Мысалы, сондықтан ең бірінші өзіммен таныстырып жіберейін. Менің атым Гүлшатая Сариева болады. Осы Орал қаласында тұрамын. Фаберлик компаниясының топ-лидері боламын. Осы компанияда мен уже біраз жыл жұмыс жасаймын. Бизнесімді жүргізіп жатырмын. Үлкен деген командам бар. Лидерлерім, директорларым бар командамда. Консультанттарым, лидерлерім жан жақта. Енді айтып кетейін де құптай өзім историямды. Осы компанияны бастағаннан бұрын кішкене бір қиындықтар өмірімде өткенмін. Есікті жаба қоясың ба? Енді өздеріңіз білесіздер, осы компанияда көп консультант, көп лидерлер, көп шыққан директорлар өз историяларын айтып жатады ғой. Неге біз историямызды айтамыз? Өйткені біреуге жұғысты болар. Может, осы қарап отқан адамдардың ішінде біреу болмаса біреуіне жүректеріне тиер менің айтқан сөздерім деп ойлаймыз ғой. Успех, жетістік деген ол аспаннан келе қоймайды. Бәрі де осы қара еңбегімізбен келетін нәрсе. Айтады ғой, успех деген, жетістік деген, ол деген удача, везение, тек аспаннан тек түсе қоятын нәрсе емес. Оның бәрі еңбекпен келетін, оның бәрі кәдімгі адамның өзін дамыту жағынан қалай жұмыстанғаны, соның бәрінің қорытындысы. Қаншалықты сабырлы, қаншалықты төзімді, қаншалықты адамның кеш жарық барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Ботагөз, сәлем, қош келдің. Қаншалықты мықтысын соны білдіреді бұл бизнес деген. Егерде кәдімгідей өз-өзіңді жігерленіп, қамшылап, мақсатыма жетемін деп, балаларыңды көз алдына елестетіп, осы сүріп жатқан өміріңді анализ жасап, өткен кеткенді, сосын қазір не бар менде? Қазір қандай жағдайда отырмын? Қазір не істеуіме болады? Неге мен сондай жағдайдамын? Әрмен қарата, егерде осылай жүре беретін болсам, болашақта не мені күтіп тұр? Деген сондай сұрақтар өз-өздеріңізге қойып отырсаңыздар, әр күні, онда сіздерде бір қимыл басталады. Басында ол білінбейді, бірақ та күнде осы сұрақтарды қойып отырсаңыздар, бір күннің күнінде ұйқыңыз шайдай ашылып, кәдімгі жұмыс жасағыңыз келіп, өміріңізді өзгертуге бет бұрасыз. Сондықтан бәріңізге айтарым, енді мен үлкен стажым бар, артымда қазір уже жетістікке шығып, үлкен чектарды алып, қолымнан келгенімді жасауға тырысып,
жағдайымды жасап отқан адамын. Сондықтан да мен сіздерге осы өзімнің тәжірибемнен айтқым келеді. Ой, ол баяғыда бастаған адам деп айтпаңыздар. Баяғыда біз бастағанда өте қиын болатын. Ол уақытта интернет жоқ. Бүкіл Оралда тек қана бір ғана офис бар. Очередь деген туна сыртта, далаға, коридорда топ тұратын адамдар. Соған очередь алып қойып, өзіміздің бөлік офисіміз информация беретін, ол совсем қаланың басқа жағында. Сөйтіп бір-бірімізбен свендесіп, лидерларымыз бар, консультанттарымыз бар. Жан-жаққа жүгіріп, сол уақыттарда сабақты да жүргізіп үлгеріп жатамыз, адамды да тіркеп үлгеріп жатамыз. Сонда тіпті заказы да жоқ, сол бір адамды тіркеу үшін бәлен сағат жеретте тұратынбыз. Сол заманда да біз өттік, сол кездерді де өттік. Поездында товарды қарсы алып, адамдарымызға үлестіріп, таңғы 8-ден бастап, өзіміз операторымыз, өзіміз бухгалтеріміз, сөйтіп жүретін кездеріміз болды. Бірақ та бұның бәрі бекерден бекер емес, бұның бәрі айтады ғой, зря не бывает деп. Мен өкінбеймін ешқашанда, өйткені біздер үлкен, кәдімгідей қызыл дорожка, қызыл крем жайдық деп айтуыма болады консультанттарымызға. Қазір мінекей үлкен командам бар, новичоктар бар, сіздердің аранызда тіркелмеген адамдар бар, ойланып отқан. Барлығыңызға айтарым, сол қызыл кілем төсеулі, сол кілемге басып, наставнигіңізға барып информация алып, тез компания тіркеліп, бастап кетіңіздер. Бастап кеткен адам менің беріп отқан жағы ақылыма, ұсынысыма өтіп кетпеген, құлақ салған, тыңдап осыны істеген адам өкінбейді өмірінде. Сізден кететін еш нәрсе жоқ. Көп болса, қазір мен айтатын тақырып корейская косметика ICU. Сол сияқты керемет косметикаларды, үйге жуатын, шаятын өнімдерді, балдарыңызға алатын киімдерді, аяқ киімдерді, жолдасыңызға курткасын, джинсын деген сияқты, өзіңізге керемет көйлектерді, су сабындарды, соның бәрін алып, өз бағасына үстіне подаркаларын қосымша алып, сөйтіп отырасыздар. Сондықтан ол деген наоборот сізге кіріс. Әр қайсыңыздың отбасыларыңызға ол кәдімгідей кіріс. Сондықтан құлақ салыңыздар. Ал енді біраз адам тіркеліп, тыңдап отырған сияқты, мен бүгінгі эфирді тақырып бойынша бастайын. Бүгінгі эфирдің тақырыбы корейская косметика ICU деп аталады. Ең біріншіден менде мынандай сұрақ. Корейская косметика жалпы бар ма сіздерде? Жоқ болса, корейская косметика дегенді естідіңіз ба? Құлағыңыз содан шулады ма? Достарыңызда, подругаларыңызда корейская косметика алғым келеді, алдым деп солардың арасында сондай әңгімелер болған шығар. Естіп жүрген шығарсыздар, е? Содан қандай сұрақ туады? Неге корейская косметика? Неге корейская косметика соншама қазір танымалы болып кетті? Косметика жер бетінде өте көп, әр елдің өзінің косметикасы бар деп айтуға болады. Бірақ именно трендта қазір корейская косметиканың жиынтығы. Неліктен бұл? Мен сол туралы кішкене сізге мәлімет бергім келіп отыр. Бүгінгі таңда корейская косметика Европа аймағында өте қатты танымалы болып жатыр. Косметика жүйесінде Кореяның косметикасы экспорт жағынан 6 мемлекеттік лидерлерінің санына
кіреді екен. Көрдіңіздер ма? Қандай масштабта, мысал деген. 6 мира деп айтады ғой. Самых лучших брендовых косметик. Арасында орысшада қосам, енді түсінікті болсын деп. Соңғы 7 жылда экспорт Европа мемлекеттеріне 10 есе күшейтілген екен. Қазір мен өзім недавно бір танысымнан естідім. 67 мыңға мен корейская косметиканы магазиннен, торговый домнан сатып алдым деді маған. Сол уақытта мен действительно ойландым. Біздер енді Фаберлик компаниясында болғаннан кейін магазинге барып, косметика қарамаймыз ғой. Бізде не жоқ, сол заттарды ғана аламыз магазиннен, супермаркеттардан, торговый домдардан, басқа нені біздер ізденбейміз. Сол таныс адамнан не естідім. 67 мыңға кредитке алған екен. Ойбай деп мен сосын ойладым. Неге сен 67 мыңға аласың? Шыдай алмай айттым мен. Біздің Фаберликтің каталогын сен қарадың ба? Вообще естіп жатсың ба? Біз Фаберлик компаниясына біздің корейская косметика бар. Полностью сериясымен 20-25 мың арасында тұратын кәдімгі жиынтығын ала аласың. Дегенде мен жаңа танысым есі кетіп қалды. Қалай? Сіз Фаберлик емессіздер ме? Российская компания емес пе? Қалай ол Корея? Или сен компанияны ауыстырып жібердің бе дейді маған. Мен айтам, жоқ. Біздің Фаберлик компаниясы өте керемет мүмкіндіктер береді өзінің консультанттарына. Өмірдің мына заманына сай жүреді әрқашанда. Қандай жаңалықтар болып жатыр бүкіл әлемде. Соның бәрін қарастырып, өзінің консультанттарына жағдай жасауға, сол өнімдердің бәрін өзіміздің компаниямызға енгізіп, соған жұмыстанып, соның бәрін бізге дайындап береді деп айтып жатырмын. Сондай мақтанышпен айттым сонда. Шынымен де расында да солай емес пе? Қазір қай консультант Фаберлик шауып бара жүгіріп, сондай ақшаға корейская косметика іздеп жатыр. Мысалы, біздің консультант, біздің лидерлер бәрін өзіміздің компаниямыздан алып жатыр. Сату бағасы басқаша, өз бағасы жазылған адамға 20-26% скидкамен болады. Көрдіңіздер ма? Қаншама процент сонда тіркелген адам ұтады біздің компанияға кіріп. Енді жаңағы сұраққа жауап. Неліктен Корея косметикасының жиынтығы дамып кетті? Қандай себептер бар? Біріншіден, байқаған шығарсыздар, корейская косметиканың упаковкалары өте қызықты, көзге ерекше көрінеді. Оларға қарағанда сондай бір адамда желание оянады. Сол косметиканы міндетті түрде алғың келіп тұрады. Сондай бір тартымды. Солай ғой. Екіншіден, корейская косметиканың сапасы өте жоғары деңгейде болады. Өйткені бұны жаққаннан кейін өзіңіз уже түсіне бастайсыздар. Осы біздің компания лидерлері, консультанттары пайдаланған адамдар көп бізде. Қай-қайсынан сұрасаңыздар да, соны айтады. Мен прям өзім жаққаннан кейін бетімді бет қайта-қайта ұстағым келіп отырады. Өйткені түсініп отырам, сапасы жоғары. Күнде соны жаққым келіп отырады. Жатарда ночная маска дегені бар, түнгі жағатын маскасы. Соны жағып 2 сағат бұрын, ұйқыдан бұрын соны жаққанымда, кәдімгі таңертең тұрғанда бетім деген жұмсақ, сондай
қалай деп айтуға болады, бархатный прям сондай болып тұрады. Керемет сезім. Соған қарай енді соның бәрі сапасының арқасы емес пе? Үшіншіден, енді мынаның аудармасын білмеймін, эффективность деп айтады да. Тек қана сапалы түрде емес, еще плюс эффективный. То есть сапасын тез байқай бастайсыз. Бір мысал деген, даже очищениесінің өзінде, тек бір мына гидрофильный маслосын жаққанның өзінде, уже бір секунда проходит, уже көріп жатасыз соның действиесін. Қалай ол сіздің бетіңіздің теріңізбен жұмыс жасап жатқаны көрініп тұрады. Байқап отырасыздар. Енді әбден бүкіл жиынтықтың бәрін бітіре бастағанда, кәдімгі бетіңіз ажарланып, жаңарып, жасарып кеткеніңізді, одан қалса жылтырап тұрап бетіңіз. Соны байқайсыз. Өте керемет. Төртіншіден, неліктен Кореяның косметикасын өте адамдардың бәрі мақтайды. Оның құрамында трансформерлар қолданады екен. Трансформер дегенді қалай түсінуге болады? Мысалы, гидрофильный маслоны бетіңізге жаққанда, ол кәдімгіден масло болғаннан кейін май ғой мынау. Енді шағыл май сияқты емес, бірақ та кішкене сулы болып келеді, бірақ су емес, су сияқты совсем жидкий, прозрачный емес. Бірақ жаққанда май сияқты болмайды. Сулы бетке жаққан кезде на гидрофильное масло эмульсияға қалай деп береді, превращается, орысша айтқанда, эмульсия болып кетеді, сулы болып кетеді. Сумға жуынғанда кәдімгі су сияқты беттен түгел суламаймен шейіліп кетеді. Вот осы процесті трансформер деп айтады. Сондай трансформерлар қолданылады екен. Сосын бесіншіден, Корея косметикасының жиынтығында өте жоғары сапалы қоспалар өте көп. Оның құрамында сондай көп деген қоспалар бар. Енді қазақшасын білмеймін, мен орысша айта берейін. Морские водоросли деп айтамыз. Сосын экстракты птичьих гнезд деп айтамыз. Сосын экстракт шелковицы белой. Сосын витаминдер, минералдардың жиынтығы ішінде. Солардың бәрі сол Кореяда өсетін шөптер, сояқта өсетін өсімдіктер. Солардың бәрі қосылады. Алтыншысы, неге именно Кореяның косметикасы қазір жұртқа өте қатты танымалы болып бара жатыр? Өйткені корейская косметика 7-12 этаптармен жағылатын косметика. Этаптары көп. Көрдіңіздер ме? Біздер осы корейский косметиканың алдында қолданған кремдарымыз, жаңағы серияларымыз, өзіміздің фабриктан алып жүрген косметика жиынтықтарымыз, солардың бәрі очищение, тонизирование, матирование деп айтамыз да. Сосын үстіне кәдімгі декоративный косметика жағылатын. Сөйтіп 4 этапты болатын. Кейде арасында скрабпен қолданамыз. Сонымен бітеді, мысалы. Енді корейская косметиканы пайдаланғанда этаптары өте көп. Ең самый минимальный этабы
оның 7-ден бастап 12-ге шейін барады екен. Сосын оларды қолданғанда именно бірінің артынан бірі жүреді. Каждый ненің маслысын алайық, или тонигін алайық, мысалы, пенкасын алайық, өзінің функциясы бар. Өзінің жұмыс жасау функциясы болады. Солардың бәрін мұқият біліп алу керек. Бірінші пенка жағып, оның артынан масло жағып, сосын тоникті ұмытып кетіп, сразу кремді жағуға ешқашанда болмайды. Ол уже безграмотность болады. Сауаттылық болу керек бұл жерде. Сосын кореянкаларды байқасаңыздар, білесіздер ғой кореянкаларды. Телевизордан көресіздер, былай, может, таныс болған шығарсыздар да. Басқа елдерге барғанда, қалаларға барғанда көрген шығарсыздар, мүмкін. Олардың беттері өте сондай ажарлы, сүйкімді, тартымды, сондай жап-жас көрінеді, беттерінде ешқандай дақ болмайды, тап-таза беттері. Сосын көзге түсетіні бүлтірлі сияние деп айтады ғой, жып-жылтыр болып тұрады беттері. Соның бәрі неліктен? Енді сіздерді қуантқым келіп тұр, әлі жазылмаған, енді ғана тыңдап жатқан адамдарға айтқым келіп тұр. Faberlic компаниясында қазір сол корейская косметика шығарылды. Біздің компаниямыз Корея мемлекетінің лабораториясымен бірлесіп корейская косметика ICU деп атанған косметика жиынтығын шығарды. Сондықтан біздің компаниямызда қазір каталогтан көруіңізге болады, онлайн каталогта қарауыңызға болады. Осы корейская косметика толық бүкіл жиынтығы біздің каталогта бар. Жазылған адамдарға қайтып айтып өтейін, 20% скидкамен алуыңызға болады. Әрмен қарата заказыңыз көбірек болатын болса, 26% скидкамен алуыңызға болады. Енді Инстаграмда уақыт деген 1 сағат берілгенді. Қазір қарайын, қанша уақытымыз қалды. Біраз уақытымыз өтіп кеткен екен. Енді айтып өтем, мен сіздерге оны көрсетіп отырмаймын, просто айтып өтіп кетемін. Ең біріншіден гидрофильное масло. Жаңа айттым ғой, ол деген бетті тазартады. Терең кәдімгідей беттің терісіне әрмен қарата тереңірек кіріп, бүкіл ішіндегі ластың бәрін бетіне қарай алып шығады. Ол мінеки гидрофильное масло деп аталады. Оны көп ұстауға болмайды. Сразу 1 минуттен кейін жуып тастау керек. Жаққаннан кейін оны бүйтіп массажный движениемен обязательно жуып тастайсыз. Одан кейін обязательно пенка. Пенка мынандай воздушная пенка деп айтамыз. Оны маслодан кейін бет сулы болып тұру керек. Жуып тастамаймыз. Артынан пенканы жағамыз. Тоже массажный движениялармен пенканы жағып, оны жылы сумен, түгел сумен жуып тастаймыз. Содан кейін артынан тоникпен қолданамыз. Тоник ол бізде жай тоник емес, ол витаминный тоник. Құрамында бүкіл витаминдер бар. Соны мынандай мінекей расстояниядан бетіңізге түгел шашып бересіз. Сосын оны кепкенін күтпей-ақ сулы бетке сыворотка дегеніміз бар, мінекей мынандай. Сол сыворотканы ішінде мінекей көрсетіп жіберейін. Мынандай пипеткасы бар. Осымен 1-2 капля тек қана соны алып, бетіңізге тониктің сыртынан распределять етіп, бүйтіп түгел бетке равномерно бүйтіп жағасыз. Ол сыворотка не істейді? Ол деген кәдімгідей керемет питание береді. Питание береді. Кәдімгі бетіңізге керемет витаминдер, минералдар керекті. Соның бәрін
соның бәрін бетке сізге соны жаққаннан кейін бетіңізге соның бәрі сіңеді. Содан кейін, сывороткадан кейін активный крем дегеніміз бар біздің. Активный крем. Так, мынау ғой. Мынандай активный крем. Вот. Гель-трансформер дегені бар. Просто гель дегені бар. Менде мысалы гель-крем. Мынау іші ақ түсті. Мынандай. Бірақ жаққанда тез сіңіп кетеді. Тез сіңіп кетеді. Өте сіңімді. Бетіңіз кәдімгі жұмсарып, күшті болып қалады. Сондай керемет сезімде боласыз. Сосын одан басқа мынандай гель-скатка дегеніміз бар. Гель-скатканы біздер кәдімгі сулы емес, кәдімгі терімізге гель-скатканы былай етіп аламыз. Ондай көп керек емес. Мен просто қолыма көрсеткім келіп отыр. Соны осылай етіп бетімізге жағамыз. Сонда қараңыздар. Бетіп айналдырып, массаж жасап бетіңізге де бетіңіз прям рақаттанып қалады ғой осы массаждан кейін. Міне мен қазір жақындап көрсетейін. Көріне ме, көрінбей ме? Мынаны бүйтіп массаж жасай берсеңіз, бүйтіп айналдырып, домалақтанып, бағана мен обедте, мына қолыма просто ыңғайлы маған. Обедте мен жасап едім ғой, уже шамалы шығып жатыр, көрдіңіз ба? Міне, мынандай домалақтанып, көрініп тұр ма? Үстік домалақтанып, омертвевшие клетки деп айтады ғой, мына өліп қалған теріміз бетіндегі, эпидермистің бетіндегі. Вот солардың бәрін түсіреді. Мына гель-скатка, ол керемет нәрсе. Сосын осы именно гель-скатканы егерде жиі қолданып тұрсаңыз, бетіңіз кәдімгідей ағарып, пигментный пятналарыңыз, дақтарыңыз пигментный болса, соның бәрін кетіре бастайды. Өзіңіз байқай бастайсыз. Көрдіңіз ба мені? Мынандай домалақ болып түсіп жатыр. Сосын соны су әзірлеп қойып едім. Сумен жуып тастайсыз. Міне, түгел жуылып қалды. Сосын айтып өтейін. Мысалы, бұрында біздер сол гель-скрабтармен қолданып жүрдік қой, айырмашылығы неде? Гель-скрабпен қолданғанда, обычно, осылай домалақтан тоже түсіп қалады. Но бір шипет етіп, сондай бір не болады. Жағымсыз сондай сезім болады. Мына кожа тартылады, терімізді, ол әрине бетке ол деген кішкене болсын зияны болады. Бетті кептіруі мүмкін, мысалы. Ал енді мынау гель, именно мына корейская косметиканы айсиулды қазір қолданып отырмын да, ондай болмайды, қорықпаңыздар. Мінекей мен жуып тастадым. Бетім, қолым как будто крем жағып қойғандай, сондай увлажненный болып, қалай деп айтады қазақша, ылғалды ма? Сондай болып тұрады. Вот. Сосын гель-скрабты айттым мен де. Сосын самый-самый мінекей айтқым келіп тұрғаны, ең соңында активный кремді мысалы жақтыңыз, да? Мынандай кушон деген бар. Кушон деген бұл сондай керемет нәрсе. Прям алыңыздар. Алғанда тек қана кушон өзін алмаңыздар. Түгел жиынтықтың бәрін алу керек. Түгел корейский косметик бүкіл сериясымен алу керек. Сонда ғана уже кушонда өзінің свойствосын сізге көрсете біледі. Мінекей ашқанда ішінде мынандай спонжигі бар. Мына несі былай айтып, мына аяғында көп түсі ғой. Айнасы бар. Мынау деген былай айтып, ашылады мінекей. Так, ашылғаннан кейін мінекей мына жерін бүйтіп тартамыз. Так, мінекей көрдіңіздер ма? Мына жерде поролон. Поролон
ішінде жаңағы кушонның несі құрамы мынаның ішінде. Енді мына спонжикпен осыған бүйтіп батырамыз. Сосын бүйтіп жайлап бетімізге жағамыз. Сізге көрініп тұр ма? Міне, мен бетімде тек активный крем ғана. Сондықтан мен хотя бы осы кушонды көрсетейінші деп сіздерге жағып жатырмын. Енді қараңыздар, өзгеріс бар ма? Бетім сразу ағарып, тегістеліп, егерде мына бетіңізде тесіктер болса, поры деп айтамыз орысша, акне деп айтамыз да, кейде біреулерде мынандай прыщтар болады. Соның үстіне бүйтіп кушонды көбірек жағуға болады. Артынан сосын бүйтіп тегістеп жібересіздер. Кушон деген жалпы не? 2 в 1 деп айтады. Басқа сөзбен айтқанда, 2 функциясы бар. Ол біріншіден тональный основаның орнына шығарылған, екіншіден ол пудраның орнында. Сонда 2 жұмыс атқарады. 2 в 1 деп айтамыз. Бір жағынан сіздің уақытыңызды нетеді, уақыт жоқ адамдарға ыңғайлы, екіншіден эффект көрдіңіз ба? Качествосы көрініп тұр. Тағы болса, жаңа мойныма жаға қойған жоқ, мойныңызға жақсаңыз, бәрі бірдей болып керемет болып тұрады. Любой тойға, презентацияға, пожалуйста, как скорая помощь сияқты. Но оны, знаете, оның алдында обязательно жаңа серияны бірін артынан бірін поэтапно бәрін өту керек. Содан кейін ең соңында мына кушонды жағасыздар. Сонда көрініп тұрады. Жалпы мына кореянкалардың өздерінің көзқарастары қандай? Олар айтады, орысша айтып кетейін, ровная красивая кожа – это и есть наше главное украшение любой женщины, дейді. То есть кореянкалар декоративный косметика көп көңіл аудармайды. Олар көңіл аударады бірінші орынға мына очищениеға көңіл бөледі екен. Қаншалықты кожаңыз, бетіңіз тазартылуда, соншалықты ол әдемі болады деп санайды екен олар. Қаншалықты сіз тазартасыз бетті, қаншалықты бетіңіз тап-таза, қаншалықты бетіңіз витамин, минералдарды алып, қаншалықты ол соны сіңдіріп алды, соншалықты әйел адам беті өте керемет, өте сұлу, өте әдемі деп саналады екен оларда. Бізде кішкене басқаша сияқты. Біздер бұның алдында ғана тек бет жағынан ғана аз уақыт бөліп сойып жасаймыз да, декоративный косметика көп көңіл бөліп кетеміз. Жаңағы тональный основасына, сыртында пудрасына, хайлайтерға, тағы басқаларына. Ал Кореяда көрдіңіздер ма? Басқаша. Сондықтан енді мына корейский косметиканы алып, біздер де мінекей үйреніп жатырмыз. Қалай дұрыс пайдаланып косметикамен әп-әдемі болуға, қалай сұлу болуға корейский косметикамен. Жалпы тек қана косметика пайдалану емес, ал шынымен де сауатты болып косметика жағынан. Бетімізбен проблема көрмей, бетіміз декоративный косметикасыз да, пудра, тоналкасыз да, бетіміз әп-әдемі жарқырап, тап-таза, теп-тегіс болып тұрса, сондай результатқа жетуге болады екен. Енді уақыт деген зымырап кетіп жатыр, уже болып қалған сияқты, тағы да сөйлегім келіп баратыр, бірақ та қазір өшіп қалам ба деп қорқып жатырмын. Егер де өшіп қалып жатса, қыздар, тағы да кіре қойыңыздар,
мен қазір тағы бір эксперимент көрсеткім келіп отыр. Қараңыздар, мінекей мынау біздің помада, мынау біздің карандаш, мынау стойкий карандаш. Оны анау-мынаумен кетіре алмайсың. Мынау біздің блеск для губ. Тоже өте керемет. Мінекей. Мені көрдіңіз ғой? Мынаған қазір мен гидрофильный масланы бүйтіп жағамын. Сосын міне. Бетіме жақпағанмен мен сіздерге былай көрсеткім келіп отыр. Жаңа айттым ғой, любой стойка, даже косметиканы ол деген бәрін ала алады. Мінекей, вроде бы масло, бірақ та жаққанда масло екенін білінбейді. Енді оны кішкене суласақ, ол кәдімгідей сулы болып кетеді. Міне уже кетіп жатыр. Қазір мен оны суға кішкене ұстайын. Тек бітіп қалама деп қорқып отырмын. Бетім күшті болып тұр ма? Рахмет, күшті деп жатыр. Сапар, рахмет. Ал енді мен мына жерімге су дайындап қойғанмын. Осы сумен қазір жуып жіберемін. Міне, қараңыздар. Көрініп тұр ма? Тап-таза. Көрдіңіздер ма? Сондықтан қорықпаңыздар. Ешқандай мына жерде деген минустар жоқ, тек қана плюстар. Сосын қараңыздар, мен 2 ай болды қолданып жатқаныма. Тек қана мынандай ғана, мінекей. Кетті. Әлі қаншама бар. Сондықтан алыңыздар. Әдемі болуға, сұлу болуға тырысыңыздар. Бәрі өздеріңіздің қолыңызда. Сосын тағы да біздің консультанттарға айтқым келетіні, осының бәрі бүкіл серия мінекей менде 11 штукнан бәрі мінекей. Осының бәрі 50 балл болады екен. 50 балл деген 20-25 мыңның арасында шығады екен. Мен недавно бір директорларым шығып еді, 2 директор қатар. Сол 2 директорымда осы корейская косметикамен шықты. Өйткені сол уақытта біз жоспар құрдық. Офиста корейская косметикамен біздер күнде мастер-класстар өткіздік. Соны инстаграмға салдық, статустарға салдық, ватсапқа лақтырдық. Сөйтіп, көп адамдар келіп, тіркелген адамдар мынаны таныса біліп, қызығып, бәрі ала бастады. Сөйтіп, бал көбейе бастады. Сөйтіп деген мен директорларым 3000 балмен шығып кетті статусқа. Сол айтатын информациям осы. Енді сізге бір пайдасы тисе, өте риза боламын. Мына мен бірінші эфирім қазақ тілінде. Кемшіліктер болса, кешірім сұраймын. Қымбат емес, ешқандай қымбат емес. Керемет серия, керемет. Маған даже мен қыздарым қазір мында отыр ғой да, Айман, Замира, солар маған айтатын еді. Гүлшат апа, біздің консультанттар всегда айтады, келгенде Гүлшат апаның беті прям қандай керемет, қарай бергіміз келеді деп. Жып-жылтыр, жап-жас, нешеде деп сұрайтын көрінеді мені. Мен даже бұрынғы танитын адамдар көптен көрмеген, солар мені кездестіріп қалғанда таң қалып артымнан маған WhatsApp-қа жазып жатады. Гүлшат, как ты помолодела деп. Соны ойлаймын, мен басқа ештеңені білмеймін, осы Фаберликтен басқа мен. 16 жыл тек қана осы компанияда, осы компанияның берген сол шығарған косметикасымен қолданамын. Және де мінекей 2 ай болды осы корейская косметикаға көштім. Өте қатты ұнады. Прям бірден сразу. Енді сондықтан мен бәріңізге ұсынамын. Алмағандарыңыз алыңыздар, алғандарыңыз ары қарата жаға беріңіздер. Адамдарыңызбен бөлісе біліңіздер. Ақбибі, саламатсыз ба? Жаңаөзендегі адамдарға бәріне осыны айту керек. Ояқта тем более экология, міндетті түрде қажет, міндетті түрде мастер-класстар көбірек осы айтып, эфирменде шығып көрсетіп, айтуға болады, түсіндіртуге болады. Бәрімізге де керек, қыздар. Ал енді осымен мен эфирімді аяқтаймын. Көп рахмет қолдап отырғандарыңызға. Рахмет айтып отырсыздар маған.
алғысым шексіз. Осы бірінші қазақ тілінде өтіп жатқан эфирімде бірге болғандарыңызға өте қатты ризамын. Егер де көмегім тисе, пайдам болса, өте риза боламын. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, бірақ уже уақыт жоқ сияқты, қазір эфир өшіп қалады. Артынан да сұрай беруге болады. Ал енді осымен мен сіздермен қоштасамын. Уақыт біраз болыпты, 1 сағаттан асқан сияқты. Корейская косметика қыздар өте мықты. Самое главное, маған ұнайтыны эффект чок-чок деп айтады. То есть увлажнение, сияние. Тек қана ылғандырып тұрмайды, еще бетіңіз жылтырап тұрады. Вот. Сондықтан бәріміз жылтырап жүрейік, сұп-сұлу болып. Рахмет, бәріңізге үлкен жетістік, болашақта тек қана жақсылық, қуаныш өмірлеріңізде. Осы қазіргі болып жатқан жағдайдан тезірек шығып кетейік, жүздесейік, көрісейік, жақтасайық, бәріміз бірге болайық. Рахмет. Бәріңізді жақсы көремін. Сау болыңыздар. А мне постоянно в WhatsApp будет очистить хранилище.